Сәлем бірге мен Нұрберген. Бүгін біз Айдаһар істейтін боламыз. Ол Айдаһар қандай десеңіздер, осы видеоның соңына дейін қараңыздар. Сонда көздеріңіз жетеді. Ендеше давайте. Ол үшін бізде бар болғаны үш ақ зат керек: қағаз және қайшы. Бояу үшін мынандай ручка алдым мен, жыртырлақ ручка. Қаламаса мен бояғым келер. Және енді сіздердің 9 май жеңіс күнімен құттықтаймыз. Міне, бірінші біз ортасынан бүктеп аламыз. Міне, ортасынан бүктедім. Жұрттырма, запись. Жұрттыр. Ортасынан бүктедім. Оны бүктеп, мына жабық жерінен үшбұрышты бүктейміз. Ашық жерінен бүктеп қоймаңыздар. Ол жерға керек болады бізге. Міне, үшбұрыштадық. Міне. Көбісі комментарияға сұрап отыр. Енді сен статив түсірші, статив қалай жасайды деп. Білсең түсірші деп. Мен статив қалай жасау керек екенін білем. Штатив қалай жасау керек екенін білем. Келесі видеоларында, оның алдыңғы видеолар, одан кейінгі видеоларында түсіретін боламын. Айтып түсіремін, уайымдамаңыздар. Штатив. Кешірім сұраймын. Артық дауыстарға мән бермеңіздер. Просто мысық қой. Міне, бүйтіп бүктеп алдық. Енді ішін ашамыз да. Бүйтіп бүктейміз. Сіздер қаяқты білсеңіздер, тура сондай бұл. Қаяқ жасауды білсеңіздер. Қаяқ. Мынада мейлап. Мына жерге саламыз. Мына жерде бүктейміз. Сосын мынаны бүктейік. Міне, қатыратыңыздар. Міне достар. Енді келесі жағын бүктейміз. Міне, 2,5 бүктеп алдым дұрыстап. Енді мына шеттеріне, мына ашылатын шеттеріне біз қатыстер сап шығамыз. Мінекей достар, мен бояп шықтым. Көрсеңіздер. Енді оны бүйтіп бүктейміз. Енді ар жағында бүйтеміз де бүйтіп бүктейміз. Міне, үшбұрыш бол. Енді ішін бүйтеміз. Сосын мына жерге екі көзін салайын. Міне достар, енді көзін салып алдым. Мен бір жерді ұмытып кеттім. Міне достар, мен қателесіп кеттім. Енді бүйтіп ашамыз. Тура не сияқты. Түйін байланып отыр жаман. Тура қаяқ секілді. Міне достар, енді бүйтеміз. Міне, болды. Негізі оны үстінде бояу керек еді, бірақ мен бояған жоғым. Жақында бояймын бәсір. Бос уақытымда боятсайым. Осы видео сіздерге пайдалы болса, лайктарыңызды басыңыздар.
осы видеоны сай лайктарыңызды, осы видеоның астына лайктарыңызды фу етіп басыңыздар, және осы видеоның астында подписаться деген кнопка бар, соны басып қоңыраушаны бассаңыздар, мен жаңа видео келсе сіздерге белгілеуде. Ендеше қош сау болыңыздар. Давайте.